Қасиетті аяттар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Ей иман келтіргендер, намазға тұрғанда дәрет алыңдар, беттеріңді, қолдарыңды шынтаққа дейін жуыңдар, бастарыңа масих тартыңдар. Бойларың бұзылса, суға шомылыңдар. Су жақпайтын сырқат болсаңдар, немесе сапарда жүрсеңдер, әйтпесе дәрет сындырсаңдар, әйелдеріңмен жақындассаңдар, дәрет су табылмаса, таза топырақпен таяммум қағыңдар. Беті қолдарыңды сол топырақпен сүртіп, масих жасаңдар. Алла сендерге ауыртпалық түсіргісі келмейді. Керісінше сендердің шүкіршілік етулерің үшін өздеріңді таза ұстауларыңды көздейді. Игілігін сендерге беруді қалайды. Ей иман келтіргендер, Алланың өздеріңе жасаған мейірімін, сендермен байланысқан сертін ұмытпаңдар. Кезінде сендер тыңдадық және бойсұндық деген едіңдер ғой. Құдайдан қорқыңдар. Ашығын айтсақ, ол Алланың көкейіндегі сырларында біледі. Ей иман келтіргендер, Құдай әмірін орындауға тырысыңдар. Куәлікке жүгінгенде адал болыңдар. Әлде біреулермен араларында өшпестік болса, ол куәліктен таюға себеп болмасқа керек. Әділ болсаңдар, дұшпанға әділеттік тақуалықтың ең жақсы белгісі. Құдайдан қорқыңдар, тегінде ол сендердің қылықтарыңнан толық хабардар болып тұрады. Иман айтқандарды, ізгі іс істегендерді Алла жарылқайды және мол сауап жазады. Ал кәпір болғандар және біздің аяттарымызды теріске шығарғандар тозақта қалады. Ей иман келтіргендер, Алланың өздеріңе жасаған жақсылығын еске алыңдар. Сонау заманда әлде бір қауым сендерге қол соқпақ болған еді ғой. Сол сұмдық қолды Құдай сендерге дарытпады. Алладан қорқыңдар, мүминдер Тәңірді ғана таяныш тұтсын. Исраил әулеттерінен Алланың бекем уәде алғаны анық болатын. Біз олардың екі басшысын жібергенбіз. Егер сендер намаз оқысаңдар, зекет берсеңдер, пайғамбарыма бойсұнсаңдар және оларға көмектессеңдер, Құдай үшін арнайы қарыз берсеңдер, мен де сендерге жәрдем етемін. Жасаған күнәларыңды жоққа санаймын. Сендерді сөз жоқ, төменде өзендер ағып жататын жәннаттарға кіргіземін. Ал осыдан кейін, уәдеден кейін, сендердің әлде біреулерің теріске бет бұрып кетсеңдер, ол сөз жоқ, тура жолдан азған адам болады, деді оларға Алла тағала. Сол уәделеріне тұрмағандар үшін біз оларды қайырымымыздан қақтық, жүздерін жібімейтін қасаң етіп тастадық. Ал олар кітап сөздерін өзгертіп жіберді. Ондағы өздеріне айтылған насихат кеңестердің кейбіреулерін ұмытады. Ей Мұхаммед, соларды егер тәубеге келсе, ғафу ет, иман айтса, кешірім жаса. Жақсылық жасағандарды Тәңір шын дос тұтады. Насарамыз дегендер де біз берік уәде алғанбыз. Берілген кеңестің бір талайын оларда ұмытты. Сол үшін олардың асарына қиямет күніне дейін бітіспейтін өшпенділік, жалқаулық салдық. Тәңір олардың қылмыстарын өздеріне айтып берді. Ей кітап иелері, сендер жасырып жүрген кітаптың көптеген сөздерін баяндап беретін, жасырған нәрселеріңнің көбінің бетін ашатын, сонымен бірге оған кешірім де жасайтын елшіміз келді сендерге. Алла тарапынан сендерге нұр және айқын кітап түсірілді. Өзінен ризалық тілегендерді Алла сол кітап арқылы тура жолға жетелейді. Өзі ықпал жасап, оларды қараңғылықтан жарыққа, көпірден арылтып иманға шақырады. Сөйтіп, тура жолға бастайды. Мәида сүресі 5-16 аятқа дейін.